малдардың бит, бүрге, кенесімен және одан бөлек шек құрттарымен күреске Ивермек препараты, Нитофарм Россия, индиялық Ашивер препараты және оған қоса Ивеган препараты бар. Бұл препараттардың барлығында құрамында 1% ивермектин бар. Бұл препаратты 1 мл-ін 50 кг тірі салмаққа қолданамыз. Шаққан кенелер өзі өліп түсіп қала береді болады. Әсері 3 аптаға дейін сақталады. Оған қоса ауыл шаруашылық малдарын үйде шомылдырамыз, тауықтарды, иттерді, жылқы, бұзау, сиыр шомылдырам десеңіздер, Бутокс препараты бар. Бұл препаратты 10 мл-ін 10-15 литр суға араластырып, малды үстіне шашасыздар, немесе аз ғана шомылдыруға болады. Оған қоса Неоцидол препараты бар. Одан бөлек Ашиметрин 10% препараты бар. Бұл индиялық препарат, бұл да өте жақсы әсерін береді. Одан бөлек шомылдыра алмайым, немесе укол жасай алмайым дегендерге Аксареп спрейі бар. Бұл спрейді малдың қолтығына, шатына 5-6 реттен жақсылап себесіздер. Бір препарат, бір несі 500 мл, бір сиырға бір сезонға жетеді. Ат жібіннен бүкіл эктопаразиттерден қорғайды. Ал басқа препараттар комплекс лечение береді, бұлар іштегі құрттан да құтылуға көмектеседі. Сұрақтарыңыз болса менің нөміріме хабарласыңыздар, препараттар керек болса жазыңыздар.